They go wide. They go wide. Koishibayeva. She has got that crucial try. And there's very little time left on the clock. Good power play from Kazakhstan. Мен Қошыбаева Балжан Қанатқызы 94 жылы Алматы қаласында дүниеге келгенмін. Қазіргі уақытта Қазақстан құрама командасының регбиден капитанымын. Одан басқа Алматы клубының капитанымын. Мен спортшы және өнер жағына жақын әулеттің екінші қызымын. Үлкен әпкем мемлекеттік жұмысшы. Мен спортшымын. Мен кіші сіңілім университетте оқиды және төртінші кенже інім бар. Ол жаңағы өнер жағынан. Кішкентай кезден бастап өз-өзімді іздеу басталды. Мектеп кезінен өнер жағына да бардым, биге де бардым, спорттың бірнеше түріне бардым. Сол мектепте оқып жүрген кезде алғашқы тренерім келіп, жаңа жақсы қыздарды, денелі, мықты қыздарды таңдап алды. Өзім өкінішке қарай денелі болмағандықтан, бойым қысқа болғандықтан, бір көргеннен алғысы келмеді. Бірақ мен қасындағы құрбымды шақырды. Соны мен де артынан қалмай өзім жабысып алдым. Әкем спортқа жақын болғандықтан, достарының арасында бокс және күрес бапкерлері болды. Сол екі спорт түріне барып көрдім. Бірақ жаныма жақын емес екен сездім. 3-4 ай барып, жаттығып, тастап кеттім. Алғашқы тренерім мықты. Өзі бізді тренировкаға шақырған кезде, өзі ойыншы ретінде құрама командаға ойнап жүрген. Өзінің бір қызық әдістерімен тренировкаға жақындатып алды. Көзіміздегі оттымызды жандырып жіберді. Мен сол командаға барған кезде менімен бірге 5 қыз, біздің мектептен 5 қыз шақырылды. Сол 5 қыздың арасында қазір кәсіби осы спортпен тек қана мен айналысып жүрмін. Не қызықтырған білмеймін, өйткені жаңағы тренер мектепке келген кезде үйге жүгіріп барып рұқсат сұрау керек қой ата-анамнан. Сол қандай спорт түрі екенін ұмытып қалдым. Соны бір сопақ доппен ойын деп түсіндірдім. Сол шектеулік болмағаннан кейін, барып көр деп айтты. Сол бірінші тренировка бізде тренажерный залда болды. Ондай нагрузкаға үйренбегенбіз біз жас кезімізде. Сол бірінші тренировкадан кейін бұлшық еттеріміз ауырып, мектепке әрең жетіп жүрдік. Сол тренировкадан кейін бір аптаға жоғалып кеттім. Ойладым, не үшін маған ол керек. Тренажерный залда регби туралы ештеңе айтпайды ғой. Сол бір аптадан кейін жаңағы менің тренерім звондап, қайдасың, қайда жоғалып кеттің деп қызығушылық танытты. Сосын жаңағы ойын тренировкасына келдік. Сол кезде ережелерді жақсы білмей, ең маңызды бір-екі ережені айтты. Соны түсінгеннен кейін ойын басталды. Сол ойында бізден үлкен қыздармен ойнадық. Сол ойында өзімнің, білмеймін, бір финты дейді, быстрое принятие решений, соларды көрсетіп, бірден көзге түстім. Валерий Игоревич Попов деген болған. Қазір ол Ресей мемлекетінде тренер болып жұмыс істейді. Сол кезде бірақ жасым кішкентай болғаннан кейін, 16 жаста, маңызды бір жарыстарға шыға алмадым. Бірақ құрама команданың сборлары болған кезде командаға шақырылып, өнерімді көрсеткен. Бірінші жарысым құрама командаға 2012 жылы Лондон қаласына жарысқа шақырылдым. Жасым 18-де болды кезде. Университеттің бірінші курсына түскенмін. Мен құрама команданың капитаны болғанына 5 жыл болды. Осы шешімді маған 2016 жылы Азия ойындарының алдында біздің бас бапкер Попов Валерий Игоревич айтқан. Бірінші ойда қорқыныш болды. Осы маған артқан сенімдерін атқара аламын ба деп. Осы командада менен тәжірибелі, жасы менен де үлкен ойыншылар болды. Соларға өз мотивациямды бере аламын ба деп
дұрыс сөздерді қалай жеткізе алам ба деп қорқыныш болды. Біздің команда 2 рет іріктеу турниріне қатысты олимпиадаға, бірақ сол 2 турнирде де бізге бір қадам жетпей қалды. 14 жылы болған іріктеу турнирінде біз 2-ші орын алып қалдық, өкінішке орай. Ол кезде Азиядан тек қана бір команда шақырылады, және 2018 жылы болған іріктеу турнирінде біз 3-ші орын алып қалдық. Біз өзіміздің қарсыластарымызды жақсылап зерттеп, өзіміздің қателіктерімізді түзелеп, жақсы нәтиже көрсетіп, 2024 жылы Құдай қаласа олимпиадаға аттануды жоспарлап. Қазіргі уақытта дайындық Алматы қаласында өтіп жатыр. Осы дайындық біткен соң біз жаңағы Өзбекстан еліне барып, дайындықты жалғастырамыз. Мен үшін ең бірінші маңызды жарыстардың бірі ол әлем чемпионаты болды, регби 15-тен 2014 жылы. Сол кезде мен бірінші рет Қазақстан Республикасының әнұранын шырқаған кезде көзіме жас жиналып, жүрегім жарылып кете жаздады. Алғашқы рет мені 2016 жылы біздің сол уақытта болған тренер Джон Феллон деген Ирландия клубына ойнау үшін шақырған. Одан кейін Франция мемлекетіне және Ресей мемлекетіне ойнауға шақырған. Бірақ көп ойланғаннан кейін мен осы Қазақстансыз қалай болам, ата-анамсыз қалай болам деп шет елдерден келген шақырудан бас тартып, өз елімде қаламын деген шешім қабылдадым. Осы тәуелсіз Қазақстан деген мемлекетте туғаныма, өскеніме мақтан тұтамын. Біздің елімізде бар байлықты өсіп келе жатқан ұрпағымызға аман есен жеткізу біздің бас міндетіміз деп ойлаймын. Қай елде, қай жерде жүрмесем де, әрқашанда Қазақстанымды аңсап, қашан оралатынымды күтіп жүремін.